Сәлем достар, сіздермен Алима. Бір жасағынан шығатын панкейк жасайтын боламыз. Керекті ингредиенттердің барлығын описание жазып кететін боламын. Бізге сүт қажет болады. Үй температурасындағы сүт менде. Сүтіміздің үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Қантымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, жұмыртқамызды саламыз, шетінен ұнымызды салып отырып, жақсылап араластырып аламыз, бірдей масса болғанша. Қызып тұрған сковородкамызға массамызды құямыз. Сковородкамыздың оты орташа болуы қажет. Құрғақ болуы керек. Құйған массамыздың осылай беті толықтай пузырек болуы қажет. Тура видеодағындай, содан кейін екінші жағына аударатын боламыз. Үсті барлық панкейкаларымызды пісіріп аламыз. 10 минутта осындай дәмді панкейк жасадым. Қыздар, сәлесіге міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Дәмі де өте дәмді, ерекше. Кез келген шоколадпен, нутелламен немесе балмен жесеңіздер болады. Құры өзін жесеңіздер ішімен өте дәмді болады. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы. Менімен егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар.